Жылдам хабарнама, шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум бармағазақ. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Қаңтар қырғынын болжаған көріпкел. Алматыда жойқын зілзала болады. Кезінде қаңтар қырғыны мен Түркиядағы зілзаланы болжаған көріпкел тағы бір болжамды жариялады. Назым Осака есімді Facebook қолданушылы жігер оразадан соң Алматыда жойқын жер сілкінісі болуы мүмкін екенін ескертіп, тұлғаларды сақтыққа шақырады. Қаракерде ұстауға шақырды, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты. Оразадан кейін жер сілкінісі болады деп ойладым. Менің кеңесім, ораза біткен жеке үйде тұру керек. Жаңа тұрғын үйде тұратындар, жер үйдегі ата-анаңызға барған дұрыс. Панельдердегі үйде ескі кірпіш үйлер шыдайды, бірақ қалғандарына сену қиын. Егер сіз жаңа көп қабатты үйде тұрсаңыз, тоңазытқыштың жанында ұйықтаңыз, немесе тоңазытқышты ұйықтайтын жерге қойыңыз. Ішінде көбірек су және дайын тамақ бар. Бұл күндері ит барлық жерді ұлиды. Аспан жағымсыз иіс шығады. Маған өте өкінішті. Кез келген жағдайда мен ренжіткен кезімде кешіріңіздер. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін. Өзіңізше және балаларыңызға қамқорлық жасаңыз. Бірге ұйықтаңыздар, жылы киініңіздер. Алла тағала разы болсын менің байғұр халқым. Мен түні бойы кешірім сұраймын, деп жазды ол желідегі парақшасында. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.